Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қоректік орталардың түрлері және оларды әзірлеу. Қоректік орталарға қойылатын белгілі бір талаптар бар. Ол нәрлі болу керек, құрамындағы барлық қажетті заттар оңай сіңірілетін түрде болуы керек. pH ортасы қолайлы болу керек. Себебі ортаның қолайлы pH-ы микроорганизмдер қоректік заттарды сіңіре алатындай жасуша қабықшасының өткізгішіне әсер етіп отырады. Сонымен қатар микроб жасушасы үшін изотоникалық жағдай тудыруы қажет. Яғни ортаның осмостық қысымы жасушаның ішіндегі қысыммен бірдей болуы керек. Стерилденген болуы керек. Себебі бөгде микробтар осы микробтың өсуімен оның қасиеттерін анықтауына кедергі келтіреді. Тығыз орта ылғалды әрі микроорганизмдер үшін қолайлы болуы керек. Белгілі бір тотығыстану потенциалы болуы керек. Және де мүмкіншілігінше біркелкі болғаны дұрыс. Орта мөлдір болуы керек. Өсірінділердің өсуін бақылауға ыңғайлы, ортаны бөгде микроорганизмдердің ластауын байқау оңайға түседі. Бастапқы компоненттер бойынша жіктеу. Табиғи орталар. Бұл дегеніміз жануар мен өсімдік текті өнімдерден дайындалады. Ал жасанды орталар химиялық таза органикалық және бейорганикалық қосылыстардан дайындалып отырады. Дайындау дәрежесі бойынша дайын қоректік орталар және құрғақ қоспалар деп екіге бөлінеді. Ал консистенциясы бойынша сұйық, жартылай сұйық және тығыз болып үшке бөлінеді. Тығыз және жартылай сұйық орталар сұйық ортадан құрамында желі тәріздес агенттің болуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар тығыз орта ретінде сарысу нәруызы, картоп сияқты орталарды қолданады. Кейбір микроорганизмдер желатинді қоректік зат ретінде қолданылады. Ал құрамы бойынша қарапайым және күрделі болып екіге бөлінеді. Мақсаты бойынша негізгі бұл көптеген микроорганизмдерді өсіру үшін қолданылады. Арнайы қарапайым орталарда өспейтін микроорганизмдерді бөліп алып, оларды өсіру қызметін атқарады. Элективті бұл белгілі бір микроорганизмдердің түрлерін бөліп алып, олардың өсуіне қолайлы жағдай тудырып, олармен бірге өсетін микроорганизмдердің өсуін тоқтатады. Келесі, дифференциалды диагностикалық. Микробтардың бұл түрін басқа түрлерден ферменттік белсенділігі бойынша ажыратуға мүмкіндік береді. Транспорттық немесе тасымалдаушы бұл алғашқы себіндіге және зерттелетін материалды тасымалдауға арналған. Қоректік орталарды дайындау. Жалпы орталарды дайындайтын ыдыстың құрамында бөгде заттар болмауы керек. Ыдысты пайдаланар алдында мұқият жуып құрғатады. Жаңа шыны ыдысты алдын ала 1-2% хлорсутек қышқылы ерітіндісімен 30 минут қайнатады да оны 1 сағат бойы ағын сумен шаяды. Және де қоректік орталардың көбін дайындау үшін бастапқы шикізат ретінде жануар немесе өсімдік текті өнімдер, сонымен қатар дайын шала фабрикаттар қолданылады. Дайындау кезеңдері. Біріншісі бұл пісіру. Орталары ашық отта су моншасында пісіру қазандықтарында қайнатады. pH ортасын орнату. Бұл индикатор қағаз көмегімен жүргізіледі. Егер қайнату кезінде орта лайланса немесе қарайып кетсе, онда мөлдірлету жүргізіледі. Ал бұл үшін тауық жұмыртқасының нәруызы және қан сарысуы қолданылады. Сұйық және балқытылған желатинді орталарды сүзу ылғалды қағаз немесе мата сүзгілер арқылы жүргізіліп отырады. Агарлы ортаны сүзу бұл қиынға соғады, әдетте оларды мақта дәке сүзгісі арқылы сүзеді. Ыдысқа қоректік ортаны сыйымдылықтан артық құюға болмайды, себебі стерилдеу кезінде ол тығынға тиіп, сулануынан орта стерилдігін жоғалтуы мүмкін. Стерилдеу режимі ортаның құрамына тәуелді және ол рецептіде арнайы көрсетілетін болады. Бақылау. Ортаның стерилдігін бақылау үшін оны 2 тәулікке термостатқа қойып, кейін өзгерісін қарайды. Химиялық бақылауды pH-қа байланысты орнатады. Жалпы қоректік орта үлгілерін биологиялық бақылаудан өткізу үшін арнайы таңдалған өсірінділер себіліп, олардың өсуіне қарай қоректік ортаның қасиеттерін талдайды. Назарларыңызға рахмет.